Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін тістерді белсендірілген көмірмен ағарту әдісін көрсетеміз. Ең бірінші бізге осындай белсендірілген көмір қажет. 2 таблетканы ұнтақ күйіне дейін ұсақтап, сумен аздап араластырып, тіс пастасының орнына қоспаны пайдалану керек. Одан кейін жай өзіңіздің күнделікті қолданылатын тіс пастаңызбен тағы бір рет өзіңіздің щеткаңызбен қолдануыңыз қажет. Бұндай әдісті күніге қолдануға болмайды, аптасына 1 рет қолданады. Бұндай әдіс өте тиімді бағада, құны да өте арзан болады. Ең бастысы, клиникаға бармай-ақ эмальді ағартасыз. Тістерге ұқыпты етіп ағартады. Зияны басқа әдістерге қарағанда өте төмен. Ең бастысы белсендірілген көмірді жақсылап ұнтақтау қажет, өйткені сіздің тісіңіздің еттеріне тиіп кетіп, еттеріне зақым келтіру мүмкін. Сондықтан жақсылап ұнтақтап, су қосқаннан кейін де жақсылап езуге тырысыңыздар. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Болашақта жақсы лайфхактар мен рецепттермен сіздермен бөлісемін. Міне тағы да қайталап өтейін. Осылай сумен араластырып алғаннан кейін өзіңіздің күнделікті тіс щеткаңызбен паста ретінде жағып жуа бересіз. Белсендірілген көмірмен жуып алғаннан кейін міндетті түрде өзіңіздің тіс пастаңызбен жуыңыз. Өйткені мына қара белсендірілген көмірді тістен кетіру өте қиын болады.